Ассалаумағалейкум, қадірлі дос. Сіздермен ертегілер әлемі және афоризмдер арнасы. Адам баласы дүние танымына қарай өз әлемінде әлек болып, өз жүрегімен жаралы болады. Ал оған жетпейтіні әрине даналығы. Кемшілік деген ұғымды қателік сөзімен де байланыстыруға болатын шығар. Себебі нағыз қателікті біз кемшіліктердің нәтижесінде жасаймыз. Ұлағатты данагөй адамдар көптеген толғаныспен өткізген өмірінде шынайылықты көздеп, жанға шипа, ойға мұрат пен нұсқау берген афоризмдерді дәл осы тақырыпқа жазбай қайтсын. Барлығымыз әп-сәтте тағдыр тәлкегіне ұшырауымыз мүмкін. Ал ойлы адам бейнеттен сақтану үшін әуелі ниетін дұрыстайды. Сол себептен адам бойындағы кемшіліктерге арналған афоризмдер сіздерге де сабақ болсын. Тыңдаудан ләззат алыңыздар. Біреудің қадесі, біреуге сабақ. Джон Рей. Тіленіп күн көрген қор болып өтеді. Саиф Сарай. Ең үлкен қате ешқашан қателеспейтін деп ойлау. Томас Карлейн. Ішкенге мәз, жегенге тоқ ұрпақ болмасын. Ильяс Омаров. Жалаңның жыланнан да зәрі отты, зұлымның аждаһадан кәрі мықты. Әлішер Науаи. Білеміз, ынтымақсыз іс оңбайды. Тартынып шушілікке икс оңбайды. Судан жасында көргені жоқты, өскенде айтары жоқ. Ғабиден Мұстафа. Күздегі жапырақтай қалтырама. Жалалетдин Руми. Өз мініңді көруден басқаның мінін көру оңай. Ғабит Мүсірепов. Ой сезімнің, даналықтың, әділеттің ажалы қашанда ола қолдан келмек. Ғабит Мүсірепов. бірлесе ынтымақтаса, бір-біріміздің қате кемшіліктерімізді жолдастық ниетпен ғана шешуге тиістіміз. Мәлік Ғабдуллин. Қорқақтық ездік, аяншақтық көнбістік. Құлдықтың ең жаман түрі Ғабит Мүсірепов. Адамның аса зор ерекшелігі, ең қиын кедергілерді жеңудегі табандылығы. Людвиг ван Бетховен. Өзіңді біле түскен сайын парасаттылығың арта түседі. Қаюм Насыри. Жастарымыздың үлкен бір кемшілігі бар. Ол мынау, сөйлесе кетсең, көпшілігі ақ мүдіріп, аузына сөз түспей білген сөзінің өзін бұзып айтады. Қиналады да қалады. Ана тілінде таза сөйлей алмайтыны, сөйлемдерінің басы мен аяғы араласып, сөздері шұбарала келетіні бірден байқалады. Мұның өзі әрине
тілін ұстартуға зер салмағандықтың салдары. Серке Қожамқұлов. Егер сені ешкім қадір тұтпаса, мұның себебі өзің екенін ұмытпа. Филипп Додрич. Сүйегі жоқ балық болмайтыны сияқты, кемшілігі жоқ адам болмайды. Мартин Лютер. Пасық адам өте-мөте шебер көлгірсі. Оноре де Бальзак. Жеңе біл қиындықты қайратыңмен. Ең ұлы жеңіс өзіңді өзің жеңу. Марко Педро де Кальдерон. Бәрінен де өзіңді өзің алдау олай. Демосфер. Өзінің осалдығын білген ең құдіретті кісі. Оноре де Бальзак. Кінәсін мойындау, өзін өзі дүрелеу емес. Қайта ол адамгершілік пәктікке, өнегелікке талпыну. Василий Александрович Сухомлинский. Өз ойларын көріктеп айта алмау әрине кемшілік. Ал өзінің көкейіне түскен ойларының болмауы одан да асқан кемшілік. Константин Дмитриевич Ушинский. Өзіңді билеу ең жоғары билік. Құштарлықтың құлына айналу ең қорқынышты құлдық. Луций Анны Сенека. Егер афоризмдерді толық тыңдасаңыз, өз кемшілігіңізді пікірге жаза кетіңіз. Дәл осы тақырыпта көркем түрде әсерлі айтылған, өзіңіз жазған авторлық афоризмді келесі бейненің басында шығарамыз. Арнамызға жазылып, қоңырауды басып қойыңыздар.